Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында Әбу Умама радиаллаху анху былай деп әңгімелейді, риуаят етеді біздерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мешітінде сахабалармен отқан уақытта, исламның алғашқы дәуірлерінде болар бір жас жігіт, яғни исламды әлі дұрыс түсіне бермеген жас жігіт мешітке кіріп келіп пайғамбарымызға былай дейді: Я Расулаллах, Алланың елшісі, маған зина жасауыма рұқсат беріңізші дейді. Яғни ол жас жігіт әлі исламның құндылықтан дұрыс хабары болмаған кісі болуы мүмкін. Пайғамбарымыздан сондай Алла тағала тыйым еткен жаман амалды жасауға пайғамбарымыздан келіп рұқсат сұрайды. Сонда пайғамбарымыздың қасында отқан сахабаларының бір-екеуі жаңағыдай орнынан қарғып тұрып ашуланып: Ей пәленше, өшір үніңді дегендей сөз айтады. Я Расулулла, рұқсат етіңізші, мен мына жігіттің басын жұлып алайын дейтін де сахабалары болды. Сонда пайғамбарымыз әлгі жас жігітті өзінің жанына шақырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жігітке былай деп сұрақ қояды: Сен менен зина жасауың үшін рұқсат сұрадың дейді. Әлгі жігіт: Я Расулаллах, мен сізден зинаға рұқсат беруіңізді сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сабырлықпен, даналықпен, биязылықпен әлгі жігітке былай деп сұрақ қояды: Сен қалайсың ба? Сенің туған анаң, яғни өзіңді дүниеге алып келуге себепші болған туған анаң зина жасағанын қалайсың ба деп әлгі жас жігітке пайғамбарымыз сауал қояды. Әлгі жігіт шошып кетіп: Я Расулаллах, Алла тағала мені сіздің жолыңызда құрбан етсін. Уаллахи, мен өзімнің анама ондай нәрсені қаламаймын дейді. Артынша пайғамбарымыз сөзін жалғастырып: Сен дейді әлгі жас жігітке, өзіңнің туған әпке тәтелеріңе зина жасауды қалайсың ба дейді. Сонда әлгі жігіт тағы да шошып орнынан тұрып: Я Расулаллах, Алла тағала мені сіздің жолыңызда құрбан етсін. Алланың атымен ант етейін, мен ондай істі өзімнің әпкеме, тәтелеріме, бауырларыма қаламаймын дейді. Пайғамбарымыз үшінші мәрте сұрақ қояды: Сондай Алла тағала желкенішті қылып көрсеткен сондай ауыр күнә, зинаны өзіңнің туған қызыңа немесе өзіңнің туған қарындасыңа қалайсың ба дейді. Сонда әлгі жігіт отқан орнынан шошып тұрып: Я Расулаллах, Алланың атымен, жаным қолында болған Алланың атымен ант етейін, мен ондай күнәні өзімнің туған қызыма және де туған қарындасыма да және де барша дін бауырларыма қаламаймын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да: Міне бауырым, барлық адам ол нәрсені қаламайды дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артынша әлгі жігіттің жүрек тұсына пайғамбарымыз қолын қойып Алла тағаладан дұға қылады: Я Раббым Алла, мына бір құлыңның жүрегін иман нұрымен күшейте көр, жүрегіндегі жаман ойларды, жаман қасиеттерін орын иманмен толтыра көр деп пайғамбарымыз әлгі жас жігітке дұға қылады. Және де сол жас жігіт сол пайғамбарымыздың алдынан шығып кеткеннен кейін сол жігіттің өзі айтады: Мен бұл дүниеде зинадан артық жеп көрген күнә атауым болмады дейді. Күнәлардың ішіндегі ең жеп көретін күнәм ол зина болды деген екен. Міне құрметті бауырлар, пайғамбарымыз айтқандай, қазақта жақсы сөз бар:
ақындарымыз да жырлап жүр, қазақтың күллі қызы қарындасым дейді. Яғни ислам шариғаты да қасиетті Құран кәрімде мұсылмандардың бір-біріне бауыр екенін ескертеді. Міне бізде өзіміздің осы нәпсіміздің құлы болып, нәпсіміздің жетегінде кетіп бара жатқан уақытта осы Алла елшісі әлгі жас жігітке сұрақ қойғандай бір сәтке кідіріп, өзімізге сұрақ қойып көруіміз керек. Осы мен жасауға бара жатқан нәрсемді мен өзімнің туған қарындасыма, немесе бағанағы Алла тағала нәсіп еткен өзімнің ұрпағым, қызыма қалайтын бедім деген сұрақтарды әрбір азамат өзіне қойып жүру керек, құрметті жамағат.